Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзбек самсасының рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге ұн, тұзды су. Енді осы ұнымызды салып, тұзды суымызды құйып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақты емес, орташа болып иленуі қажет. Мінекей, менің қамырым дайын. Енді осы қамырды біраз уақытқа, 20 минутқа қойып қойыңыздар. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Енді осы 3 қамырымызды жеке-жеке жайып аламыз. Жеке әрқайсысын бірінші қамыр жайғаннан кейін арасына сәл ұн сеуіп, бүктеп жинап қоясыз шетке қарай. Екінші қамырда да дәл солай жұқа етіп жайып, ұн сеуіп, жинап қоясыздар. Үшінші қамырды да дәл солай жасаймыз. Енді бірінші қамырымызды алып, дастарханның бетіне жайып аламыз. Және мұнда мен маргарин для слоеного теста деген арнайы маргарин болады. Сол маргаринді қолдасаңыздар, қамырларыңыз өте қатпарлып жақсы болып шығады. Бірінші қамырға маргаринімізді жағып аламыз, үстіне екінші қамырымызды қоямыз, тағы да маргарин жағамыз. Осылай үшінші қамырымызды жайып, майымызды жағып, қамырымызды ораймыз. Және осы қамырды пищевая пленкамен жақсылап орап, біраз уақытқа тоңашқа қойсаңыздар, қамырыңыз жақсы, май сіңіп жақсы болады. Енді фаршын дайындаймыз. Бізге фаршқа фарш, кез келген өзіңізге қажетті фаршты аласыз. Пияз және мен пияз, тұз бен зірені қосамыз. Зірені қосқан кезде фаршыңыз өте дәмді болып шығады. Енді осы фаршымызды барлығын араластырып шығамыз. Енді дайын болған қамырымызды алып осылай кесіп шығамыз. Үстінен бастырамыз. Осылай мен әрқайсысын жайып, дөңгелетіп, өзіңізге қажетті формада жайып шығасыз. Мінекей осылай жайып шыққаннан кейін фаршымызды саламыз. Самсаның пішінін әртүрлі қылсаңыз болады. Үш бұрышты, болмаса дөңгелек. Мінекей осылай шығады.
мына мінекей дөңгелек пішінді. Осылай қамырымызды бір-біріне жабыстырып дөңгелек форма береміз. Мінекей осылай әр жайған дөңгелекшемізге фаршымызды салып, кез келген формаға келтіріп, самсаңызды шығаруға болады. Мінекей дайын болған самсаларымызды бетіне жұмыртқаны жағып, үстіне мен сияқты қара кунжутты немесе ақ кунжут сепсеңіздер болады. Ол болмаса мак сепсеңіздер әдемі көрінеді. Дәмі де ерекше болады. Қараңыздар қандай болып шығады. Мінекей самсамыз дайын. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын.